Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхана арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бір жұмыртқадан осыншама әдемі әрі дәмді, берекелі болатын панкейктердің жасалу жолын көрсетемін. Соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттердің толық массасын описаниеге қалдырамын. Ең алдымен біз ыдысымызға бір жұмыртқамызды және де қантымызды салып, венчик немесе вилканың көмегімен, шанышқымен жақсылап ағарғанша көпіртіп аламыз және оған қопсытқышымызды, ванилинді қосамыз. Қопсытқыштың орнына жарты қасық сода да болады. Ванилин де міндетті емес, сұйық майды және сүтімізді құйып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып алуымыз қажет. Сосын міндетті түрде електен өткізіп, ұнымызды қосып аламыз. Екіге бөліп қосамыз, тең жартысын салып, бір араластырамыз венчикпен. Ешқандай түйіршіктер қалмауы керек. Сосын қалған ұнымызды да салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде орташа сұйықтықтағы масса шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, көп уақытта кетпейді және өте дәмді болып шығады. Мен бұрыннан неге осы рецептпен жасап көрмедім екен деген ой келді. Видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сосын біз табамызды отқа қойып, осылай бір қасықтан сала отыра, өздеріңіз видеода көріп отырғандарыңыздай пісіріп ала бересіздер. Және пісуі өте тез болады, көп уақыт алмайды. Осылай табаға сыйғанынша салып, бетіне көпіршіктер пайда бола бастағанда асты піседі. Сосын оны келесі бетіне аударып аламыз. Келесі беті де тез піседі, бірінші бетінен қарағанда. Сондықтан да мұқият болыңыздар дегім келеді. Жасап жатсаңыздар ас болсын, барлықтарыңызға жасап көріңіздер дегім келеді.